Қазақ болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Бұл кітап әңгімелер жинағы. Осы Тұлпардың тағдыры атты кітаптың авторы Тәкен Әлімқұлов. Бұл Абзент екеуі сырласа бастайды. Екеуі екі тілде болса да, екеуі бір жүрекпен сезініп, бір-бірінен мұңды әнмен тіл табысады. Өте тамаша. Жақсы. Қадірін білмесең, жаяушылық көресің, ас қадірін білмесең, ашаршылық көресің. Жақсы ат алдынан сүрінбейді, артынан сүрінеді. Бек және де Тілеш деген достар да келеді. Тілеш пен Мақы жақсы дос болса да, олар барлық жерге бірге барады. Бәрін бірге істесе де, Мақы оған қатты сенім артпайды. Сөйтіп, олардың Әжібектің Торалаяқ деген, ал Тілештің Көкқасқа деген тұлпарлары болады. Олар бәйгелерде бір кезде Көкқасқа жеңсе, бір кезде Торалаяқ жеңеді. Себебі Көкқасқа ол жақын жерлерге жүгіргенге жарайтын жылқы, ал Торалаяқ ол көп деген шақырымдарда жүгіре беретін жылқы. Сөйтіп, олар ол жерде бәйге болады. Тілеш бөлмеде бәйгені ойлап отырады. Егер де ұтылып қалса, мен көп деген сыйдан айырылып қалам ғой деген оймен отырады. Сөйтіп, ол жаман ойға кете бастайды. Торалаяққа қалай қастандық жасасам болады деп ойлай бастайды. Сол кезде Әжібек кіріп келеді. Тілеш, сен жаман жасағандарыңды қой, сен оның алдында да ондай жамандықты аз жасаған жоқсың деп шығып кетеді. Келесі күні жылқылардың терінің дәмін көру кез болады. Сөйтіп, Торалаяқ ол алыс шабыстан келгеннен кейін оны терлегенін көріп, оны қораға жауып, барлық тесіктерді жауып тастап, ал төбесінен күн жарқырап тұрады. Сөйтіп, ол ат қатты терлегеннен кейін оған самал жер керек болады. Сөйтіп, ол жерге үзіліп кетеді. Басына жастық бер деп айғай салады Әжібек. Сөйтіп, оның басына жастық бер, басқа адамдарда сағыныш бар шығар деген оймен алып келеді. Сөйтіп, сол кезде Тілеш өзінің барлық жасағандарына, барлық ойлағандарына өкініп қалады. Көкқасқа мен Торалаяқ бір кезде Көкқасқа жеңіп, бір кезде Торалаяқ жеңіп, халықты қызықтырушы еді деп ойланып қалады. Сөйтіп, түн батқан кезде Тілеш пен Әжібек ұйықтай алмай тұлпардың тағдырын ойлап жатыр. Жүйріктердің ішінде қарап таңдап, жүйріктердің ішінде таңдап мініп, сын сағатты ерлері жауға шапқан. Биені еппен сауып күбі піскен, қымыз ішіп дерт көрмей батыр өскен. Саумал ішкен сырқаттың көзі ашылып, бала шаға қуанып ойнап кеткен. Бейбіт күнде ел жұрттың дәулет екен, жауға шықса айбынның қайрат екен. Ұзақ жорық сұм күнде азаматтың адал серік тау. Сол жерде аты белгілі бір ақын бар. Асқақ тау, астау жүйрік, екеуі туралы бір поэма жазуға болады дейді. Сол кезде бір ақын орнынан атып тұрып, жоқ, бұл жердің тауы аласа. Бұл бір. Екіншіден, жүйрік жылқы асау болмайды дейді. Ең мықты ат өсірушісі Тезо асырап алып болма. $340,000 алғысы келді. Бірақ та оны қазақтар ешқашан бермеді. Тағы да басқа елде Жапонияда өткен жарысында алтын белгі алғандықтан Тезо қайта кітап чектарын алып, өзіңіз қалаған соманы беріңіз деп тағы бізге Абзентті сұрады. Бірақ та қазақтар оны қолдан бермей, қазақтың мақтанышы болған асыл тұлпарды еш қашанда бермей. Бакира есімді биден туған. Абзенттің арғы тұқымды араб есімді айғыр 1936 жылы өткен 83 күнге созылған Ашхабад Мәскеу атты олимпиадасына қатысады. Абзент 1966 жылы өткен Токио олимпиадасына қатысып, командалық есеп бойынша бас жүлдеге ие болады. Абзент 1964 жылы өткен 27 Рим олимпиадасына қатысып, күміс медальға ие болады. Тағы да? Ал, және айтық.
Абсенттен шыққан ата тегде жай жылқы емес. Ол Қызыл алаңда өткізілген 1945 жылдың 24 маусымында өткізілген Ұлы Отан соғысы жеңісіне арналған парадта бас қолбасшы Константинович Георгий Жуков мініп шыққан ақбоз айғыр.